Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Жоғары қан қысымы 50 жастан асқан адамдардың ең жиі кездесетін мәселелерінің бірі. Ол жүрек, ми, бүйрек ауруларына әкелуі мүмкін. Сондықтан қан қысымын бақылау ұзақ әрі сапалы өмірдің кепілі. Міне, сіздің қысымды табиғи жолмен төмендетіп, ағзаны күшейту үшін күнделікті ұстанатын 20 маңызды ереже. Бір тұзды азайтыңыз, күніне 5 граммнан аспауы керек. 2 суды жеткілікті ішіңіз, күніне кемінде 1,5-2 литр таза су. 3 жеңіл теңестірілген тамақ, қуырылған, майлы тағамнан аулақ болыңыз. 4 тәттіні шектеңіз, әсіресе торт, газды сусындар, ақ нан. 5 артық салмақтан арылыңыз, салмақ қан қысымын тікелей арттырады. 6 тұрақты қозғалыс, күн сайын 30 минуттық жаяу жүру. 7 ұйқыны дұрыстаңыз, 7-8 сағат тыныш ұйқы қысымға жақсы әсер етеді. 8 стресстен аулақ болыңыз, тыныш жаттығулары көмектеседі. 9 темекі мен алкогольді тастаңыз, олар тамырларды тарылтады. 10 жеміс-жидек көп жеңіз, әсіресе банан, анар, алма. 11 көкөністі көбейтіңіз, қызылша, сәбіз, брокколи өте пайдалы. 12 қара шоколад, аз мөлшерде табиғи қара шоколад тамырды кеңейтеді. 13 жоғары қан қысымына қарсы шөп шайлар ішіңіз, долана, жалбыз, шырғанақ. 14 тұрақты қан қысымын өлшеңіз, бақылау өте маңызды. 15 дәрігер кеңесінсіз дәрі қабылдамаңыз. 16 магний, калийге бай тағамдарды қолданыңыз, жаңғақ, авокадо, сұлы. 17 аяқ ваннасы немесе тұзбен жылы суға батыру, қан айналымын жақсартады. 18 мойын мен иық массажы, қысымды жеңілдетеді. 19 қара шай мен кофені шектеңіз, қысымды көтеруі мүмкін. 20 жыл сайын тексерілуден өтіңіз, жүрек, бүйрек, көз қысымы. Денсаулық ең үлкен байлық. Қан қысымын табиғи жолмен бақылап, ұзақ өмір сүріңіз. Арнаға жазылып, лайк басып, пайдалы кеңеспен бөлісіңіз. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық.